Күнжердің бір күнінде ауқатты, көзі ашық, көкірегі ояу бай мен ақшадан таршылық көрген, және білімі жоқ кедейдің жолдары тоғысыпты. Өмірден әбден таршылық көрген кедей ендігі не істерін білмей отырған кезде оған аспаннан түскен періште секілді бір ақсақалдың көзі түседі. Оның өшкен үмітін көрген ақсақал өзіне өмір бойы көмек беріп, көкірегін оятқан ғажап кітапты жігітке ұсынады. Аң-таң болған жігіт не істерін білмей кітапты қабылдайды. Бір жыл өткен соң, дәл сол көше, бірақ бұл жолы ауқатты, білімді адамның орнында дәл сол өмірден түңілген кедей жігіт. Кітап оның өмірге деген көзқарасын өзгертеді. Ал өзінің ақшасына ғана сенген ауқатты жігіт бүкіл байлығынан айырылады. Оның кейпін көрген зерек жігіт өзінің өмірген өзгерткен кітапты жігітке ұсынады. Алтыныңа емес, ақылыңа сен.